Қайырлы күн, сіздермен бірге Жазира. Бүгін сковородкада осындай керемет кекстер пісіреміз. Ең алдымен 3 жұмыртқаға шекерді, майды, айранды қосып алып миксерлейміз. Жақсылап араласқаннан кейін оған разрыхитель, ваниль және какаоны бірден салып, какао ерігенше жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Ең соңында бізде ұн қалды. Ұнды 2-3 бөліп араластыруға кеңес беремін. Менде 3 стакан ұннан 2,5 стакан кетті. Қамырымыз сәл қоюлау болу керек. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Маған шабыт сыйлайсыздар. Менде осындай түрлі ыдыстар. Сіздерде қандай ыдыс болса да болады. Мысалы, кесеге салып пісірсеңіздер де болады. Олардың ішін маймен осылай жақсылап майлап аламыз, жабыспау үшін. Менде дайындалған қамыр осы 5 стаканға сыйды. 6 стакан қылуға да болады екен негізі. Осылай 2 рет, осындай 2 қасықтан салып шықтым. Кекс өте дәмді болды, өте ұнады, арасы да жақсы пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Содан кейін енді менде сковородка болды. Жарты қып су құйып, ыдыстарды салып, бетін осындай сүлгімен жауып қойдым. Мына бетіндегі сүлгілерді тез-тез ашып,